Сәлеметсің бе, жас аспазшы? Бүгін біз дәмді бутерброд пен пайдалы сусындар дайындауды үйренеміз. Бірақ іске кіріспес бұрын қауіпсіздік ережесін еске түсірейік. Қолыңды жу, алжапқышыңды ки және пышақпен жұмыс істегенде өте абай бол. Бутербродтың негізі нан. Егер өнімдерді нанның бетіне қойсаң, ол ашық, екі нанның ортасына салсаң, жабық немесе сэндвич болады. Ал мерекелік кішкентай түрін канапе дейміз. Оларды салқын күйінде де, пеште жылытып, ыстық күйінде де ұсынуға болады. Енді сусын таңдайық. Шай, кофе, какао – бұлар бойға қуат беретін ыстық сусындар. Ал салқын сусындардың пайдасы орасан. Су ағзаны тазалайды, морс пен компот иммунитетті көтеріп, дәрумен сыйлайды. Бірақ сақ бол. Газдалған тәтті сусындардың құрамында зиянды қоспалар көп, сондықтан олардан бас тартып, табиғи өнімдерді таңдағаның дұрыс. Міне, біздің ас мәзіріміз дайын. Пайдалы тағам денсаулық кепілі. Астарың дәмді болсын, достар.